Қазақ халқы неге қамшысын қолынан тастамаған? Қазақ қамшыны тек қол қаруымен қорғану үшін ғана ұстамаған. Адамның тілі жетпейтін жерде жеткізетін сияқты қасиеттері де бар деп қастерлеген. Соңғы кездегі әлеуметтік желідегі көптеген пікірталастан кейін қазақтың қамшысын ауызға алғанда алдымен әйелдің жынын қағатын құрал ретінде қабылдайтынын білдік. Алайда атам қазақ үшін қамшы тек ер қаруы ғана емес, оның атқаратын қызметі әртүрлі болған. Қамшының қасиеті. Ұлттық салт-дәстүрді дәріптеп жүрген журналист Өмірзақ Ақжігіт қазақ үшін қамшының атқарар рөлі зор дейді. Оның айтуынша, қазақтың кез келген салт-дәстүрінің астары бар. Қазақта тіл жете бермейтін немесе айтуға ауыз бармайтын сөздердің орнына қамшыны қолданатын әдет болған. Қашанда аталы сөзге тоқтаған қазақ үшін қамшының қолдану аясы өте кең. Қолында қамшысы бар қазақ айбарлы қазақ көрінген. Аттылы адам қамшысын үйіргенде одан сескенбейтін адам болмаған. Қазақта айтар сөзі көңіліне келетінін білген кезде қамшыны қолданған. Қамшының сабы сынса, қатын өледі. Пышақ сабы сынса, күйеу өледі дегенде ырым бар. Егер қайтыс болған адамның кім екенін сөзбен жеткізе алмаса да қамшыны қолданған. Сонымен қатар қызға құда түсе келген адам қамшысын төрге белгі ретінде іліп кеткен. Егер жігіт жақ кешігіп, не қыз жақ айнып қалса, қамшыны есіне қайтарып беретін болған. Ал төрде ілулі тұрған қамшыны көрсе, айттырған адамы бар дегенді білдірген. Жалпы үйге келген кісі қамшысын ала бермейтін болған. Егер сыртқа тастап кетпей үйге ала кірсе, дауласуға келген білдіреді. Ал ала кірген қамшыны ортаға тастаса, бітімге келуге шақырғаны дейді Өмірзақ аға. Қамшы биліктің символы. Отбасында да. Өмірзақ Ақжігіт қазақтың салт-дәстүрлерінің көбі ұмыт бола бастағанына қынжылыс білдіреді. Өйткені халық дәстүрде емес, нан табумен басы қатып жүр дейді. Ұмыт болған дәстүрлерді жаңғырту мақсатында өзі қыздарын ұзатқанда күйеу балаларына қамшы сыйлаған екен. Қыздарым күйеуге шыққанда оларға кітап, ал күйеу балаларыма қамшы сыйлады. Қамшы биліктің символы. Күйеу балаларыма егер қызымның айтқаны дұрыс болмаса, жанжал шығарып, ұятқа қалмаңдар. 2-3 рет жаймен ескертіп айт. Қайта тәрбиелеймін деп ойлама. Болмаса, мынаумен бір тартып жібер дедім. Бірақ қанша жыл болды, әлі қамшы жұмсағанын естігенде жоқпын. Қамшы үйлерінде төрде ілулі тұр. Менде де үйде төрде портрет емес қазақтың қара домбырасы мен әкемнен қалған тобылғы сапты қамшы ілініп тұр, дейді Өмірзақ аға. Тұсау кесудегі жаңа ырым. Қазақта уақыт өте келе тұсау кесу рәсімі де жаңара бастады. Бұрын қазақ ырымда баланың тұсауын өзі құрметтейтін, елге белгілі азаматтарға ұқсасын деген ниетпен кестіретін еді. Қазір ақ матаның үстінде тай-тай басқан баланың алдында қолын жайып, анасы емес бала таңдап алуға тиісті бірнеше зат қойылады. Оның қатарында ақша, қамшы, кітап бар. Яғни бала ақшаны таңдаса бай, қамшыны таңдаса ел тізгінін ұстайтын азамат. Ал кітапты таңдаса данышпан болады деген ұғым қалыптасып үлгерді. Алайда бұл жаңарған ғұрыптың қаншалықты ғұмырлы болатынын уақыт көрсете жатыр. Балгердің қамшысы саудаға салынбайды. Қамшы сыйлау құрметтің белгісі. Өзінен кіші болса сол қолмен қыз балаға өрім жағынан, үлкен кісіге сабынан ұстатқан. 50-ге дейін тобылғы сапты қамшы сыйға тартса, 50-ден асқан соң тұяқ басты қамшы сыйлаған. Ал емші балгерлердің қамшысы саудаға салынбаған. Өйткені жын шайтанды қуатын қасиеті бар қамшы өте құнды, оның бағасы жоқ деп есептеген. Сондықтан бата берген адамға ризашылықпен сыйлаған.
Емші балгерлер қамшысын қаскөй, зұлым күштерден қорғаушы әрі адамға жабысқан ауруды денеден шығаратын құрал ретінде пайдаланған. Әсіресе жылқы тері сіңген қамшысыдан жын шайтан, пері қатты қорқады деген ұғым болған. Ал аяғы ауыр әйел босанар сәтте қамшыны төріне іліп қойған. Қамшымен емдейтіндер де бар. Мұндай сенім әлі де бар. Жазира қамшының көмегімен емдейді. Ауру сырқауды ғана емес, тіл көз тигенде қамшының көмегі көп дейді. Қамшының басты қасиеті адамның жон арқасына бірнеше рет ұрған кезде ізі қалмайды. Менде де дүре соққандай ұрмаймын. Бірақ әсерін адам сезеді. Көп адам қамшыны сілтеген уақытта тиіп кетер деп қорқа соқтайды. Бірақ ешқашан тиген емес. Тек көздеген жеріне ғана тиеді. Ал арқасына қамшы тиген адамның құрыс-тұрысы жазылып, жеңілденіп қалған сезінетінін айтады. Өйткені адам бойына жиналған тіл көз, ауру барлығы осы қамшының күшімен шығып кетеді екен. Маған бұл қасиет ата-бабамнан дарыған. Алғашында мән берген жоқпын, бірақ қатты ауырып мазам кетті. Қамшымен емдеу әдісін қолданбай тастап кеткен кезім де болды. Бірақ белгісіз бір күш мазамды алды. Ал адамдарды емдесем өзімді жеңіл сезінемін дейді Жазира. Қазақта қанша балаң бар деп сұрамаған. Керегеде ілулі тұрған қамшының санына қарай, қалай жасалғанына қарап, сол үйдің қанша баласы бар, оның неше ұлы, неше қызы бар екенін біліп отырған. Мысалы, неке қамшысы. Үйленер алдында басына тас салғызған тобылғыдан жасаған жігіттің қамшысы қыздың көзіне бірден түсетін болған. Әрине, қыз таспен көмкерілген қамшыны таңдау арқылы келісімін берген. Ал дойыр, жуан, салмақты таспадан өрілген қамшыны барымташы жаугершілер ұстаған. Оның өрімі де ұзын болған. Аңшыларға арналған қамшының ұшына қорғасын салынған. Өйткені ұзындығы 2 құлаш қамшымен аңға шығуға да, сиыр айдағанда да ыңғайлы. Ал үйір қамшы деген сабы 3 буынды болған. Оны жылқы айдағанда шалма ретінде пайдаланған. Бұдан өзге де қамшының түрі көп. Қамшының да түрі бар. Атап айтсақ, бірінші сүндет қамшы, екінші бәйге қамшы, үшінші көкпар қамшы, төртінші дойыр қамшы, бесінші неге қамшысы, алтыншы соп қамшы, жетінші үйір қамшы, сегізінші ноғай қамшы, тоғызыншы баптау қамшы, 10-шы аңшы қамшы, 11 барымта қамшы, 12 бәсіре қамшы. Қамшыны өріміне қарай пайдаланған. Қазақ қамшыны өрім түріне қарай да бөлген. Үшеуден бастап 40 өрім қылып өретін болған. 3 не 4 өрім. Ол қайыстан өрілген бәйге қамшыға қолайлысы. 6 өрім. Осы орайда әй, 6 өрім бұзау түс, көп бұлжырамай аттан түс деп өрімшілер көп айтатын. 8 өрім 4 қырлы. Бұл мал айдауға қолайлы қамшы. Осы өрімді соп, үйір, ноғай қамшыларға да қолданған. 12 өрім сәндікке лайықты қамшыда пайдаланылады. 40 өрім оған тарамыс қолданылады. Өрімшілер арасында қайыс таспадан 40 өрімді де жасағандар болады. Қамшы тарихы. Қамшы сөзінің шығу тегі туралы бірнеше нұсқалар айтылады. Қамшы сөзіндегі қам түбірі қазақ тілінде бірнеше ұйымға ие. Қам, шикі, шылғи, шала, қам қарекет, қимыл, айла, тәсіл, амал, қам уайым, қайғы, қамығу, қам қамдану, әзірлену, даярлану. Әрі қарай қамба, қамау, қамал, қамту сөздерімен терісі құнды аңдар қама, қамар, қамшат. Қымбат маталар қамқа, қамқап болып келеді де барлығының түбірі қам деген сөзден түзіледі. Қамшы өрімді иленбеген шикі,
шылғи теріден де өріле беретіндіктен, әрі кейде бір ұғым беретін осы сөздер қосарлана айтыла беретіндіктен қамшикі, қамшы, қамшылғи қамшы түрінде қамшы сөзі қалыптасты деген тұжырым бар. Қамшы ат көлік, мал айдауға арналған жабдық. Қамшы қорғануға, қарсыласын ұрып жығуға арналған суық қабы. Қамшыгерлік қорғана білетін және әбжіл қимылдап, жауын жайратып салатында шеберлік. Көшпелі тірлік салтына байланысты қазақтың еңбектенген баласынан еңкейген кәрісіне дейін қамшы ұстаған. Ат көлік мінетін әркімнің өзіне лайық, өзіне тән қамшылар болады. Атқа мінгенде қолында, қонышында, білегінде, белінде, тақымында, ерінің алды-артында, үстінде ілулі тұрады. Кейде тіпті қарбалас сәтте ауызға да көлденең тістейді. Ал үйде отырған кезде қамшы керегенің басында, көгінде, уық қарында, сыртқы дөдеге мен белдеуде немесе ашада қыстырулы тұрады. Қарбалас кездері киіз сырмақ астында, тіпті тізенің астында жатады. Әркімнің қамшысы өзі қойған жерінде тұруға тиісті болған екен.